Ақылжанға барам дегелі Сәлимада еш жоқ. Әуелі оған апарам деген дүниесін жинақтап көріп еп, жаңа киім-кешек, ұзаққа шыдайтын азық-түлік дегеннің қызға апаратын жүктей болып тым көбейіп кетті. Ақыры осынша заттың Ақылжанға не қажеті бар? Бәрібір өзімен бірге елге оралатын болса деп, тек ең қажеттілерін ғана алды. Күткенде күнде керек болмайды екен. Ұлын көргенше тағат таппаған Сәлима әуелі апта санады, сосын күн, ақырында сағат санауға айналды. Я сәт, я Алла, өзің жар бола көр дегенді де неше рет қайталаудан жалықпайды. Қиялында ұлымен бірге маңдайы жарқырап қайтып келе жатады Сәлима. Ақыры күткен күн де келді-ау. Ұлдарын іздеген әйелдер арасында бір-екі ер адам бар. 10 шақты адам Түркияға ұшып келгенде өздерін не күтіп тұруы мүмкін екенін болжамаған, бірақ көрмеген, білмеген жер, заңы басқа, оның үстіне соғыс жүріп жатқан жерге келе жатқасын кедергінің де, қиындықтың да болатынына іштей әзіреді. Ұлдарын көздерімен көрсе, басқа кедергіні елейтін беді бұл шешелер. Ұлдарын жат елден алып шығып, өздерімен елге әкете алса, көрген бейнетте бірақ сәтте ұмытылмай ма? Бұларды күтіп алған жігіт, ағасы намаздан кейін шай беріп, микроавтобусқа отырғызды. Бұл тіпті алдын ала ұйымдастырылған шаруадай көрінгені де бар. Сәлима қайда келді, қай жолмен жүрді, бағыты қай жерде екенін де шамалай алатын жағдайда емес. Жасы келген әйелдің жол жүруі де оңай емесін өз басынан өткерді осы жолы. Әуелі Ақтөбеден Астанаға пойызбен келгені бар, одан самолетте ұзақ ұшқаны бар. Әрі-бері жүрістен бе, уайымнан ба, екі шекесі зіркілдеп, желкесі тартып, басын әрең көтеріп келеді. Тек ұлын көрсем деген тілегі ғана мұны қолынан жетелеп келе жатқандай. Осынша ұзақ жолда өзі ішіне баш шайқап келеді. Бұйырмасқа дауа бар ма? Ұлын іздеп осылай тау басып, теңіз кешіп, бөтен жерге табан тигізем деп ауылдағы мектепте сабақ беріп жүрген Сәлима ойлады ма? Жүрегі қатты-қатты соға түскен ол, ұлын көргенше асықты. Соңғы кездері уақытты күндермен, сағаттармен емес, секундтармен есептегісі келер еді. Сонда ұлына жақындай түсетіндей. Сонда ұлымен кездесер күнге бар болғаны бірнеше секундтар қалғандай көрінеді өзіне. Енді бірнеше жүздеген, әлде мыңдаған секундтардан кейін ол сәтте келіп жетер. Тек сол секундтар қашан болады? Бұл келіп жетем дегенше ұлына бірдеңе болып қалмас екен дейді. Сәлимаға осынау секундтар арасында көз жетпестей, үн естілместей шексіздік бардай көрінді. Осы шексіздіктің арасымен адымдай жүріп отырып, ұлымен тезірек қауышса арман не? Түріктің жалауын ілген әскери соғыс машинасы тоқтаған тұстағы тікенек сымдар жүргізілген шекарада кеулеріне бармақшы болып отырған 10 шақты жас әйелді, олардың балаларын көрді. Елген шығарда бұларға сол жерге көліктеріңді қалдырып, өткізген адамға әрқайсың $100 беріп, өздерің әрі қарай жаяу кетесіңдер деген. Жүзін күн қаққан қараторы мұсылман мен бұларды бастап жүрген түріктер өзара бұларға түсініксіз тілде сөйлеседі. Мұның шамалауынша олар, қаруың бар ма, құжатыңды бер деп жатқандай. Бір кезде түріктер кері оралды. Қолдарын сермелеп әлдене деп жатыр. Бір сөзін шамалайды, бір сөзін түсінуге қиналады. Сөйтсе, бұларды шекарадан өткізбейтін болыпты. Бұлар кері қайтуға мәжбүр болды. Салы суға бір жола кеткендей Сәлима барған жағынан қайтып келе жатқанда, өзінің айналасын үмітсіз қалың тұман қоршап алғандай сезінді. Сол көзді байлаған қалың тұман арасында ұлын ғана емес, өзінде жоғалтып алғандай. Қайда бұрылса да белгісіздік, қайда бұрылса да жан жағынан ызғар есіп тұрды. Күндер өте берді. Ауылдастары Сәлиманың жалғыз ұлының жихадшы болып кеткенінен түгел құлақтанып болғалы отырған жердің басты әңгімесі сол. Жалғыз әйелді біреу аяды, біреу мүсіркеді. Бұлардың біріне де назар аудармаған Сәлима ұлынан хабар күтумен болды. Кезекті рет қалаға барып, тағы да құқық қорғау органдарына бас сұғып, ұлы туралы білмек болғанынан нәтиже болмады. Базардың шыға берісінде ескі құсқы заттар сататын жерде отырған сығанға бал аштырып, жақында үйіңізде үлкен той болғалы тұр дегеніне қуанып, 2 мыңдығын беріп, біраз күн сол сөзді малданып, сығанның аузымен айтылған сол бірауыз сөзге жанын жылытып жүргені өзіне де аян. Адам әр нәрседен үміт етіп, не болса соны жұбаныш көргенде тіпті не істеп, не қойғанды аңғармай ма? Сәлима сұрастырып жүріп, басқа бір алыс аудандағы құмалақшы кемпірді іздеп барды. Көріп келі бар екен, айтқаны айнымай келді ғой десіп,
Жұрт аузының суы құрып тамсанған сол құмалақшы ғана мұның ұлы туралы ақиқатты ашып айтып бере алатындай, тек соның ғана сөзі бұған дәру болатындай. Ішінен ұлымды оралмайды деп айтама деген қаупі де жоқ емес. Шүңірек көз, бүкір кемпір құмалақты шашып тастап, ұзақ ойланып отырды да, бүгін құмалағым сөйлемей тұр деп, отырған жерінен екі ұмтылып барып әрең тұрып кетті. Екінші рет келгенінде құмалақшыны көрмеді, көмекшілерінен осы айда құмалақ тарта алмаймын, серттемін деп айтып жіберіпті. Оның қандай, не серт екенін кім біліпті? Әйтеуір құмалақшы сертке отырғанда ешкімді қабылдамайды екен. Сөйтіп жүргенде Сәлиманың жүрегін бүлк еткізіп аунатып, ұлы тағы бір рет қоңырау шалды. «Мам, мен қазір Мосулдамын», деді ұлы. Ақылжанның жасып шыққан даусында діріл бар еді. Мұны Сәлима бірден байқады. Сәлима ұлымен асықпай сөйлескісі келгенімен, баласы қатты асығыс көрінді. «Мам, ауырып жүрген жоқпысың? Мам, мені кешірші. Мен қателестім. Жихад деп, біз алданыппыз. Сен азапқа салдым-ау, анашым». Осыны айтқанда ұлы жылап тұрды. Телефонның ар жағынан ұлының жылағанына бергі жақта жүрегін біреу енеме шабақтап жатқандай күйге түскен Сәлима да не істерін білмей, балам-ау дей берді. «Енді келесің бе? Қашан келесің, балам?» Ұлы оның сұрағына жауап бермеді, қысқа ғана қайырды. «Қазір менде байланыста, интернетте жоқ. Ақшам болғанда хабарласам. Мам, мені кешір». Сөйтті де байланыс үзіліп кетті. Одан бері қанша күн, қанша минут, мыңдаған, тіпті миллиондаған секундтар өтті десеңші. Сәлиманың ұлына деген сағынышы да шексіз, күткен төзімі де шексіз. Арасы шексіздікпен жалғанған секундтар оның шашының ағын әлде неше рет қайтара санап шыққандай, тек Ақылжаннан еш хабар болмады. Адам байғұс әйтеуір басқа салғанды көтерсе болды, ми тыңдап жүре береді екен ғой. Жүрген сайын көре береді екен. Бірде телефонына бөтен номермен біреу шығып, Ақылжанның шахид болғанын айтты. Бір сәтте ес ақылы өзінен алыстап кеткендей, есірік күйге түсе жаздаған Сәлима сол бойда есін жинап ала қойды. Ойына ұлдарын іздеген аналардың чатында айтылған әңгімелер түсті. Кейде қайта-қайта ұлын сұрап, мазаламас үшін әдейі сіздің балаңыз өлді деп хабарлайтындары бар, бірақ ол көбінесе жалған ақпарат болып шығады деп жазған болатын біреудің анасы. Және соған мысалдар да келтіргесін бе, бұл айтқаны сол жердегі шешелерге иланымды да көрінген. Сәлима да бөтен адамның айтқанына сенбеді, тіпті сенгісі де жоқ. Маған ұлымның өлгенін алдымен дәлелдеңіз деді. Осылай деуі мұң екен, байланыс үзіліп кетті. Осы жағдайды чаттағы мұңдастарын айтқан кезде сондағы біреу жақында бірнеше адамның ирандықтардың қолына тұтқынға түскенін, Ақылжанның да сол жерде болуы мүмкін екенін айтты. Ұлының тұтқынға түсуі мүмкін-ау дегенді ойлау Сәлимаға оңай болмаса да, оны әйтеуір тірі болса екен дейді. Тірі болса тірі адам әйтеуір бір күні бір жерден шығады ғой. Ол өзінің ұлының суретін әлеуметтік желілерді мейлінше көбірек таратып, қайткенде де бір ақпарат алсам деуден жалықпайды. Осы күндері Сәлиманың шашы аппақ болып ағарып кетті. Кезекті рет ұлын іздеп қалаға шыққан Сәлима қабағының ортасындағы әжімі тереңдеп, ынжырғасы түсіп, әбден қалжырап келе жатты. Ол бұрын осы жолмен жүргенде шаршамаушы еді. Қар жауғасында жер ауырлап кеткен-ау, қар жауып тұр. Осындай күні Ақылжаны үйде отырмайтын, қысты ерекше жақсы көретін. Ақылжаны тап қазір қасына болса қыстың болымсыз шуағына да, қалықтаған қарға да бірге қуанар еді. Сәлима дәл қазір аналар ғана сезінетін сағынышпен, сағыныштың зарын тартқан жүрекпен, ұлына деген ағыны қатты, бүкіл жер дүниені басып кетердей қуатты сезіммен ән салғысы келді. Қардан ба, маңдайдан сорғалаған терден бе, төмен құлдилаған жастан ба, көздері ашылып келеді. Осы қара жолдың бойында, бүкіл өмірінде дәл осылай баяу жүрді ме екен? Өмір бойы жүріп келе жатқан жолы болса да жол өнетін емес. Өз қиялын малтақұртша сорып аяңдай береді. Баяғы бір қиял, бір ой. Ақылжаны маңдайы жарқырап кіріп келетін атты күн қашан болар екен? Ұлын маңдайынан сүйіп, құсалықтың тұңғиығына батуы жақын көңілін жұбатар сағат туына неше ай, неше күн, неше сағат қалды екен? Осыны ойласа, Сәлима кейде қарадан қарап, дегбірінен айырыла жастайды. Күтудің азабын, түнде ұйықтамаудың,
Апталап, айлап, жылдап, телефон шылдырын күтудің, менде бәрі жақсы мама дегенге сенбеудің. Соңғы сөйлескенде даусының ырғағы қандай болып еді деп, ұзақ сонар ой кешудің. Жанына түскен жарау еш уақытта жазылмаудың не екенін ұлын жоғалтқан ана ғана біледі. Ол өзінің махаббаттан, құштарлықтан, арман мен үміттен, мыңдаған бақыт сәулесінен жаралған перзентін өртке шарпылмайтын қанатымен қымтап, қуатты дұғасымен жебегісі келеді. Әлде қалай перзенті жарақат алып қалар болса, мыңдаған дауыстың арасынан оның даусын қапысыз таныр еді. Осынау суықта қатал әлемде жаза басқан құлынын өзінің ақ жүрегімен, адалдығымен қорғап қалар еді. Оның опынған көз жасын, жан жарасын, қателіктерін өз мойнына алып тұрып кешірер еді. Ойбай-ау, Сәлиманың мақтап жүрген жалғыз ұлы серия асып, жихадшы болыпты деген қаңқу сөзді есті көнген. Түнеу күні көптен сырқат Қадиша шеше қайтыс болып, соның садағасында отырғанда, келесі шеттегі екі әйел мұның сол жерде отырғанын аңғармай, сыртынан әңгімелегенін де естіп отырды. Байғұсқа қиын болды енді. Ұлы күмәнді ұйыммен байланыста болған көрінеді ғой, серия асып кетіпті. Күмәнді ұйымы нес? Әлгі балағы шолақ сақалдылар ғой. Сол рас бекен өзі? Иә, рас. Бәрі айтып жүремес пе? Сұмдық-ай, жас балалардың санасын бұзған-ау. Бәрімізде бала өсіріп отырмыз. Уайымдайсың. Ол баласы өзі кеткенмен қоймай, көрші ауылдың 3-4 баласын да азғырып, теріс жолға салыпты дейді. Менің де елден естігенім ғой. Құдай сақтасын. Ұлының альбомын алдына алып, кішкене кезіндегі суреттеріне қарап, ойланып отырып қалатынды шығарды. Әсіресе, Ақылжанның бала күнгі суреттері, оны күйеуі бар кездегі, ұлы еркелеп мұңсыз өсіп жатқан ерекше бақытты, ғажайып шақтарға ала келетін. Міне, мына суретте мектептегі Наурыз мерекесінде ұлының жиренше шешен болып, сахнада қойылым қойған кезі. Тез жатайтын Зерек-ұлы кәдімгі қарияларға ұқсап, мақалдатып сөйлеп, елді риза қылған. Ал мына сурет, күйеуі жол апатынан қайтпас бұрын, үшеуінің қалаға барып қыдырып жүргенде түскені. Ол кезде екеуі де жас. Ақылжан сол кезде өз аузына тастамайтын шіректің үстінде мәз боп тұр. Ұлының суреттерін қарай беру, өзінің уайымын қалыңдатып, сағынышын ұлғайта беретінін түсінгенде барып, альбомды көзге түспейтін жерге апарып қойды. Бір күні ұлына бөлме жасақтап, кірсе шыққысыз қылып қойсам қайтеді дегенді ойлады. Ойлады дегеніңде сол бойда кірісіпті кетті. Егер осы ойлағанын тезірек іске асырса, ұлына деген бөлмені сәндеп, жасандырып, ең жайлы бөлмеге айналдырса, ұлы да тез келетіндей көрінді өзіне. Бұрын Ақылжанның бөлмесі аталып жүрген бөлменің аты Ақылжандікі болғанымен, бұл бөлмеде төсек жинайтын кереует те, шифонер де, артық кілемде тұрушы еді. Ауылдың интерьері. Сәлима оның бәрін көрші балаларға айтып шығартып, төбесін әктеді. Ақылжанға ұнайдау деген түсқағаздарды таңдауына да жарты күн кеткен шығар. Өзіне салса гүлді түсқағазды таңдар еді. Ақылжан ондайды ұнатпайды. Өрнектісін де көрді. Қаланың көрінісі барынды байқады. Ақыры, ұлым келгенде жарқырап тұрсын. Ақ деген жақсы ғой. Тілекші болсын деп өрнегі білінер білінбес ақшыл түстісін таңдады. Ұлының кереуетінде жаңалат, оған жабатын төсек пен жамылғыны да ұлына ұнайдау дегенін сатып алды. Ұлының келуіне бұл да тілекші болсыншы деп жаңа стол алып, оған Ақылжанның компьютерін жайғастырды. Ақылжанның бөлмесі шынымен де жайнап, жарқырап тұрды. Бір күні ұлы келет, осы кереуетке жатып, осы орындыққа отырады деген ой Сәлимаға қол қусырып отырмауға, одан әрі ұлын іздеуге, ең бастысы үміт үзбеуге күш беретіндей. Ақылжаннан хабар болмады. Бұл шетімен шегі жоқ белгісіздік қашанға дейін созылмақ. Ақылжаны жоқ Сәлима жартылай ғана тыныстап жүргендей. Жүрегінің де жартысы ғана қалған. Бар тілегі жер күнде тезірек айналса, сағат тілі алға асықса, сөйтіп ана мен баланың тезірек кездесер күнін жақындатса дейді. Апталар айға, одан жылдарға созылып, өзін әбден жалықтырған, мезі еткен мұңды серпіп тастап, оның орнын қуаныштың әуені алмастыратын күн келер мекен. Бұл күндері Сәлиманың жаңбырмен бірге жылап, күн сәулесімен жұбанып жүрген жарым көңілі ұсақ-ұсақ бөліктерге бөлініп қалған сынықтар секілді. Осы ұсақ бөліктерді жамап жасқайтын не амал бар? Уақыт болса зырылдап өтіп жатыр.
Тек мұның жанындағы жараны емдеуге құлықсыз. Осы күні біресе қан қысымы, біресе жүрегі, әйтеуір ауыра беретін болды. Дәріханаларда дәрінің неше атасы сіресіп тұр ғой. Тек құсалықтан, мұңнан емдейтін дәрі ғана сатылмайды. Сәлима ағарып кеткен самай шашын орамалдың астына жасырып, ұлының үлкейтілген суретін қолына алды. Бұл сурет Ақылжанның диплом алған кездегі сурет еді. Ұлы мұнда қуанышын жасыра алмай жымиып тұр. Ертең 14 сәуір, Ақылжанның туған күні. Бетін әжім айғыздаған кәрі әйел жаңа ғана ашытқан қамырдың бетін жапты да үй тазалауға кірісті. Терезелерді жалтыратып сүртіп, шкафтардың ішін ретке келтіре бастады. Қолы шаруада болғанымен ойы шартарапта айналып жүр. Ертең Ақылжанның туған күні ғой деді, өзіне өзі күбірлеп. Құлынымның туған күнінде Құран оқытсам не сайып оның? Тірі болса тезірек оралар, әйтеуір бір шарапаты тер. Өзімен мектепте бірге істеген 5-6 мұғалімге Ақылжанға Құран оқытатын едім деп жеткізген еді. Ешқайсысы, оныңыз не? Балаңыз қайтыс болмап еді ғой демеді. Не дейсің? Ұлының не күйде екенін өзге тұрмақ өзі де бейхабар. Осы көшедегілерге түгел айттым. Ана көшеден Қаныш атамен Сәрсенкүл апайға айтарсың деп, олардың келіне тапсырғам. Ұмытып кетпедім екен деп, самбырлай сөйледі, бұл қасында біреу отырғандай. Шағын ауыл түгел ұйқыға кеткенде тек қақ ортадағы еңселі үйдің шамы ғана сөнбеді. Бұл түні осы үйде базардан әкелінген көкөністер қайнатылып, 4-5 түрлі салат жасалды. Тәтті нандар пісіріліп, балық пен тауық қуырылды. Осының бәрін жалғыз өзі жасап үлгеріп жатқан әйел қашанғыдай ой үстінде. Тауық еті қызарып, жақсы пісіпті. Дәмі де балдай тәтті болу керек. Ақылжан осыны жақсы көретін. Ет қуырып, соус құятын салатты да ерекше сүйсініп жейтін еді. Оны да жасап қойдым деді. Ол құдды осы шараға баласы арнайы қатысатындай. Тездетіп шелпектерді пісіріп, бетін ақ қағазбен жауып қойды. Сағат түскі 12-ден асып барады екен. Құран оқитын уақыт жақындаптау. Көршілерім тезірек келе қойса екен. Ол жайнап тұрған үстелді көзімен шолып шықты. Өз ойынша бәрі өз орнында, дайындығында қапы жоқ. Сәлима сыртқа шықты. Одан қайтадан үйге кірді. Бір кезде терезеден әріректе келе жатқан 3 адамды көрді. Қарсылап алмаққа қайта сыртқа шықты. Олардың екеуі мұны байқамады ма, көшенің арғы басына бұрылып кетті де, әріптес келіншек Назым берірек келіп амандасып жатты. Аманбысың, Назым? Қош келесің. Қасыңдағы кімдер? Көзім жетіңкіремей жатыр. Олар Күнсұлу мен Сәнім ғой, апай. Олар кірмеді ме? Оларға да айтқан едім. Әлі ешкім келмей жатыр. Бесен ағаға да айттым. Апай деп күпіртіктеп қалды Назым. Кешірерсіз. Сізге ескертейін деп едім. Айыпқа бұйырмаңыз. Оқытқан Құраныңыз қабыл болсын. Мен анау Рахила апайдың немересінің шілдеханасына асық бара жатыр едім. Күнсұлу мен Сәнімде сонда кетті. Солай ма? Жарайды, бара қойын алайын. Ақылжанымның жақсы көретін мұғалімдер еді деп айтқаным ғой. Я, дұрыс қой, апай, балаңыз аман келсін енді, деп қоштасып кетіп бара жатқан Назымға қарап тұрған Сәлиманың көңілі жасып қалып еді. Ол шақырған адамдар келсе, осы жерден күтіп алайын деп тағы біраз тұрды да, еңсесін басқан көңілсіздіктен арылмаққа, әрі қазандағы етті табаққа түсіріп алмаққа үйге кірді. Төргі бөлмесінің терезесі үлкен көшеге қарайтын. Бір кезде бір-бірін сүймелдеген Қаныш атай мен оның кемпірі Сәрсенкүл апайдың бұл үйге бұрылмай, көшенің ана басындағы Рахиланың үйін бетке алғанын көрді. Құран оқиды деген Бейсен қартта кешігіп жатыр. Сәлима үстелдің басында жалғыз өзі отырды. Келмесе, өздері білсін. Жихатшының үйіне келгілері келмеген шығар. Әлде бәлесі жығады деді ме? Ол сағат тіліне қарап отырып, ұлы кеткелі қаншама мыңдаған, миллиондаған, тіпті миллиардтаған секундтардың өте шыққанын ойлады. Сол секундтарды жалғаған шексіздік, мұның төзімін қашанға дейін сынамақ. Сол секундтар арасына жасырынған шексіздікте мұның үміті де сол күйі көміліп барады. Өзінің ұлына деген шексіз сағынышын, шексіз махаббатын, сол секундтар арасындағы шексіздікке шым-шым батырып, кешкен күндері қашан аяқталар екен. Ұлының үлкейтілген суретін қолына алды. Шарығым-ау, күнім-ау, саған арнап Құранды өзім оқимын. Бар болсаң аман жүр деп дұға қылам. Жоқ болсаң,
Сәлима өзінің сөзіне өзі толқып, даусы жарықшақтанып кетті. Осы кезде портреттің де көзіне бір тамшы жас үзіліп түскендей болды.